Ал видео басылмай тұрып менің телеграм каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Бұнда ютубта шығатын жаңа видео туралы ақпараттар болатын болады. Ссылка төменде. Тіркеліп кетіңдер. Міне мектепте бітті. Менің достарым үшін. Ал мен мектептен 9 сыныптан кейін кетіп, қазір 2-ші курста дәнекерлеу мамандығына оқып жатырмын. 2-ші курста біттім, қазір 3-ші курсқа өткен болатынмын. Басында жаңа оқу орнына келгенде әрине біртүрлі болды. Себебі ешкімді танымайсың. Бірақ қуанышқа орай менің мектептегі бір досым дәл мен оқып жатқан оқуға, дәл мен оқып жатқан топқа қосылған болатын. Бұл енді плюс болды әрине. Және көбістің айтуы бойынша тиіскіш, төбелескіштер бұл жақта көп болатын. Бірақ тағы бір қуанышқа орай маған ешкім сол жақта тимеген болатын. Может, денемнің ірілігінен болар. Плюс базар жоқ. Бірінші курста соншалықты керемет нәрсе болды деп айта алмаймын. Себебі бірінші курста біз мектептегі оқу пәнін оқыған болатынбыз. Сондықтан амал жоқ, әр пар сайын әр кабинетке баруыңа тура келеді. Және әрине әр пәннен әртүрлі мұғалімдер береді. Біреулері мейірімді болса, біраз әрине мінездер жаман еді. Ойбой. Тағы бір айтарым, бір пар 90 минут өтетін. Әрине сабақ керемет әрі қызықты өтсе, 90 минуттың 30 минуттай тез өтеді де кетеді. Бірақ мінезі құрғыр, конспект жазғызудан басқа ештеңе білмейтін апайдың сабағында 90 минут 3 сағаттай созылып кетеді. Сессия кезінде де қиындау әрине. Біразы қойса, біразы қоймайды кодтарсыз зачетты. Бірақ біздің бірінші курстағы кураторымыз сөйлесіп беріп, бәрімізге зачетты шығарып берген болатын. Рахмет сізге, Оливер Акби. Керемет Акбисіз. Басқа айтатын жағдайларға келсек, бірінші курста болған ол жиналыс. Болмашы затқа дейін десем, өтірік айтқаным болсын. Төбелеске көбінесе. Бірінші курста төбелес көп болатын. Және осы жағдайға әрдайым жиналыс болатын. Қысқаша барлығымызды жинайтын. Көбінесе бірінші әрі екінші курстарды. Және тоқтамай сөйлейтін директор. Бір сөзді қайталап, артынан сұрайды тағы. Сендер түсіндіңдер ма? Нормально, все. Дейсіңдер, ертең бәрі қайталайсыңдар ғой деп, тағы біраз уақыт сөйлеп, мазғаны шіртетін. Басқа қызықты жайт бірінші курста әрине болмады. Екінші курста дәл сондай. Бірақ қуанатын жайт ешқандай сабақ болмайды. Тек дәнекерлеу туралы сабақтар. Отыр и конспект жаз деп аталады. Бұны әрине қызықтыратын сабақ деп айту мүмкін емес. Бірақ бірінші сессия біткен кезде цех деп аталатын жаңа локация ашылған болатын. Зомби шығарттан жүгіріп кететін. Бұнда екі нәрсе жасайсың. Қызықсың әрине дәнекерлейсің, немесе сотқа шұқылап отырасың. Әрине осыдан кейін мен де біраз осыны дәнекерлеп көргенмін. Міне осы жағында тіпті цемент илейтін каританы дәнекерлеп көрген болатынмын. Бірақ өкінішке орай масканың ыңғайсыздығынан ба, немесе сәл тупойлықтан ба, мен көзіме зайчик ұстап алдым. Зайчик деген ол қоян емес, қоянды ойлап қалмаңдар осыны. Бұл не деп сұрасаңдар? Короче, дәнекерлеу кезінде шығатын электр жарығы көзге жаман әсер етіп, көз өз қорғау қабаттан жоғалтып алғандай болады. Көзің қатты ашиды и қызарып кетеді, шаринған сияқты. И жарыққа жаман әсер беретіндей болып қалады. Сондықтан дәнекерлеу кезінде абай болыңдар. Бұл ойыншық емес. Мен дәнекерлеп жатқанда кішкентай шоқ ұшып шығып, дәл аяқ саусағымның екі ортасында кіріп кетті ғой, білет. Колледж әрине керемет. Достар соншалықты алысқа кетпейді, және мектепке барып олармен әңгімені ұра аласың. Бірақ енді 11-ші сынып бітті, басқа қалаларға оқуға кетеді. Ал мен болсам әлі бір курс оқуым керек. Осындай сәтте достарыңды сағынасың енді.